Саламатсыздар ме, құрметті оқушылар? Менің аты-жөнім Ермұхамбет Қалелұлы. Астрахан ауылының нөмір 1 жалпы орта мектебінің география пәні мұғалімімін. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Азия жеріндегі ұлы дала елі, ұлы дала идеясы. Сабағымыздың мақсаты, оқу мақсаты ғаламның жағдайында Қазақстанның географиялық аймақтар картасындағы орнының өзгеруін зерттеу арқылы болжау. Бүгінгі сабағымызға қош келдіңіздер. Ендеше бүгінгі сабағымызға белсенді қатысып отырыңыздар. Ол үшін мобильдік құрылғыларыңызды дайындап, тақтадағы QR кодты сканерлеп алып, тапсырмаларды орындаңыздар. Өткен сабаққа шолу жасап өтсек, үй тапсырмасы мен сіздерге сұрақтарды ашық микрофон әдісі арқылы берген болатынмын. Соның видео жауабы келген екен, экранға назар аударайық. Бірінші сұрақ. Қазақстанның географиялық орнының қолайлы жақтары туралы не білдік? Қазақстанның географиясының 3 орынның артықшылығы бар. Бірінші, Шығыс Европа мен Азияның шекарасы. Екінші, Каспий теңізі арқылы Атлант және Үнді мұхитына шығу. Үшінші, Ресей мен Қытаймен шекаралас. Екінші сұрағымыз. Уақыт өте келе Қазақстанның географиялық жағдайы өзгеруі мүмкін бе? Уақыт өте келе Қазақстандағы географиялық жағдайы өзгеруі мүмкін бе? Қазіргі кезде өзгеруі мүмкін және де өзгеріп жатыр. Қазіргі кезде транспорттық инфрақұрылымдар дамуда, әуежайлар, жаңағыдай көлік құралдары, құбырлар барлығы дамуда. Және де жаңағыдай логистика дамуда. Менің ойымша, қазіргі кезде географиялық жағдай әлі де дамып келе жатыр деп ойлаймын. Үшінші сұрақ. Біздің еліміз қандай өркениеттер тоғысында орналасқан? Бұл байланыс несімен маңызды? Өркениеттер тоғысында орналасқан Ұлы Жібек жолы, Үндістан өркениеті, Қытай мәдениеті және түркі әлем бесігі. Бұның маңыздылығы біздің еліміз дамып, ертеден бастап қалалар салына бастады, сауда-саттық дамыды, елдердің ара қатынасы дамыды. Рахмет. Төртінші сұрақ. Қазақстан көрші орталық Азия елдерімен қатысты қандай стратегия ұстануы қажет? Орталық Азия мемлекеттерінің шекарасы, территориясы, тарихы, діні, тілі, мәдениеті бәрі ортақ болғандықтан, осы көршілес елдермен экономикалық тұрғыдан жақсы қарым-қатынаста болғаны біздің елге жақсы тиімді деп ойлаймын. Жақсы балалар, жауаптарыңызды қабылдадық. Ендеше сабағымызды келесі бөліміне өтсек. Ал ендеше балалар, бүгінгі сабағымыздың негізгі ұғымы ұлы дала идеясы туралы білімді біз бүгін сіздермен бірге неліктен деген сұрақтардың аясында бірге ізденіп, тереңдетіп ашатын боламыз. Егер ертең не боларын білгің келсе, кеше не болғанын еске түсір. Маңызды шешімдер қалай қабылданып, тарих қалай қалыптасты? Халық өз отанына қалай ие болды? Қиын-қыстау заманда оны қорғау үшін қалай ұйысты? Адамдар берекелі жылдары қалай тұрды? Халықтың білімі мен мәдениеті қалай дамыды? Және дәл қазіргі тағдырлы шешімдер қалай қабылдануда? Ортақ мақсат жолында біз бәріміз жұдырықтай жұмылып, алға жылжуға дайынбыз ба? Бақытты, лайықты болашақ жолында. Біле білгенге, болашақта біздің елдік тарихымыздың бөлшегі. Ұлы дала елі. Ендеше балалар, біздің бүгінгі сабағымыздың басты мақсаты ұлы дала терминін, ұлы дала идеясын толық тереңірек түсініп оқып білу. Олай болса біз мынадай критерийлерді қолданамыз. Бірінші, ұлы дала термині қай кезден бастау алды, қайдан пайда болды. Екіншісі, қазіргі таңдағы, қазіргі кездегі қазақ халқы үшін ұлы дала идеясының маңызы. Үшіншісі, ұлы дала идеясына адал болып қалу үшін перзент ретінде біз қандай құндылықтарды сақтап қалуымыз қажет. Сонымен, неліктен әдісіне назар аударайық. Бірінші сұрағымыз, неліктен ұлы дала деп аталған? Оқулығымыздың 246 бетін бірге ашып қатысып отырыңыздар. Сонымен, 19 ғасырда өмір сүрген түркітанушы
белгілі зерттеуші Лев Николаевич Гумилевтің мынадай сөздері бар екен. Еңбегінен тауып отырмыз. Егер Евразия континентінің қақ ортасында орналасқан ұлы дала туралы айтатын болсақ, ол мыңжылдықтар бойы Таяу Шығыс, Үндістан, Қытай, Европа өркениеттері арасындағы мәдени көпір болды. Өзінің осы ұлы дала терминін алғаш қолданған еңбегінде Гумилев бізге көшпенділердің өмірі туралы және де үлкен жаңалықтардың тіпті евроцентристік емес, біздің жерімізге, біздің көшпенді бабаларымызға тән екенін айтып кеткен болатын. Екінші сұраққа көшейік. Неліктен тәуелсіз Қазақстан мемлекетінде ұлы дала ұғымы қолданыс тапқан? Сіздер қалай ойлайсыздар, балалар? Ұлы дала идеясының авторы кім? Дұрыс. Ендеше сіздердің жауаптарыңызды видеоматериалмен салыстырып көрсек. Біз ұлы дала перзенттеріміз. Біздің бабаларымыз осы далада өмір сүріп көкке табынған. Тәңірі дегеніміздің өзі көк аспан. Біздің туымыздың көк түсті болуының астарында да осындай сыр бар. Бірегей көк түс еліміздің бірлігінің белгісі. Ендеше бізге неге өзімізді ұлы дала еліміз деп атамасқа? Нұрсұлтан Назарбаев. Жарайсыңдар, балалар, жауаптарын дұрыс екен. Расында да бұл ұлы дала идеясы терминін тұңғыш рет 2015 жылы Қазақ хандығының 550 жылдығы қарсаңында Қазақстан телеарнасына берген сұхбатында елбасы Нұрсұлтан Назарбаев айтқан екен. Келесі сұраққа көшпей тұрып біз еліміздің ұлы дала елінің осынау кеңістіктегі орнына тоқталып кетсек, тағы да сонымен ұлы дала елі, қазақ елі дүние жүзіндегі 9-шы орында бар. Сол сияқты Евразияда 3-ші орынға ие болып тұр, және де тмд елдері арасында 2-ші орынға ие болып тұр. Сонымен қатар Европа мен Шығыс Азияны жалғастырып тұрған аралығындағы және де Европа мен Азия аралығындағы алтын көпір болып табылады. Бұндай геокеңістігіміздің өте қолайлы болуы ұлы дала елінің болашақтағы экономикалық потенциалы мен интеграциялық мүмкіндіктерінің зор екендігін айтпасқа болмайды. Келесі сұраққа көшсек, неліктен ұлы даланың 7 қыры мақаласы маңызды? Бейнематериалда сіздер мақаланың авторы кім, неше бөлімнен тұратынын білесіздер. Сол сияқты 7 қырға жататын мәдениет түрлеріне танысасыздар. Назар аударайық. Елбасының бұл мақаласы былтырғы рухани жаңғыру бағдарламасының жалғасы іспеттес. Ұлы даланың 7 қыры мақаласы 2 бөлімнен тұрады. Алғашқысы ұлт тарихындағы кеңістік пен уақыт деп аталады. Мақаланың аты айтып тұрғандай, негізгі бөлім ұлы даланың 7 қырын айқындап береді. Оның ішінде 7 қазынамыздың бірі жылқыға ерекше мән беріліп отыр. Ұлы дала халқы металл өндірумен терең тарихымен мақтан алады. Сондай-ақ түрк әлемінің бесігі болып, Еуропа мен Азияны жалғаған Қазақстан ұлы жібек жолын жаңғыртуды да көздеп отыр. Қазақ даласының сулы, нулы табиғаты да елеусіз қалмады. Ал мақаланың 2-ші бөлімі алдағы уақытқа бағыт-бағдар береді. Елбасы төл тарихымызды бағалап, жаңғыртуға арналған нақты 6 тапсырма жүктеді. Оның ішінде архив 2025 7 жылдық бағдарламасын жасау, түркологтардың дүниежүзілік конгрессін ұйымдастыру, ұлы дала атты ежелгі өнер және технологиялар музейін ашу сынды тарихи әрі маңызды міндеттер бар. Келесі кезекте балалар сіздермен бірге Қазақстан Республикасының ұлттық мұражайына виртуалды саяхатқа шықсақ. Сонымен ұлы даланың 7 кереметінің бірі алтын адам. Бұл арқылы біздің танитынымыз есік заманында есік обасынан табылған Сахан задасының. Ендеше бұдан білетініміз не? Келесі кезектегі бізде ежелгі дәуірдегі металлургия. Біздің бабаларымыз сол кездің өзінде металлургияны өндірудің әдіс тәсілін білген, сол арқылы қара металл, түсті металл, дағалы металдарды өндіріп өзіне тұрмыстық қажетіне сай заттар жасай білгендігін білеміз. Келесі 7 қырдың бірі бізде аң стилі, яғни біздің бабаларымыз ұлы даланы мекендеген табиғатпен етенеп байланыста болған, сол сияқты
сол жануарлардың бейнесін өздерінің күнделікті тұрмыстық заттарында көрініс тапқанын байқаймыз. Сол сияқты түркі әлемінің бесігі болып табылатын Алтай тауын онда айтпасқа болмайды. Алтай тауларында және одан бөлек батыс пен шығыс жалғастырып жатқан Ұлы Жібек жолы келесі жеті қырдың бірі болып табылады. Ол арқылы өркениеттер тоғысты, ол арқылы қалалар пайда болды, ол арқылы сауда-саттық дамыды. Және де мына жерде жоқ, тағы айтып келетін нәрсе қызғалдақ пен алманың отаны болып табылатын тағы да екі жеті керемет жеті қырымызды айтуға болады. Сонымен біздің бабаларымыз осынау жерге ие бола отырып, жеті санын әрдайым пие тұтқан, жеті ата, жеті қазына, сонымен қатар ұлы даланың жеті қыры болып табылатын құнды жәдігерлер біздің күнделікті тарихымызбен өте тіршілігімен өте байланысты екендігін де білуге болады. Сонымен ұлы дала идеясын түсініп меңгерсек, ұлы даланың жеті қырымен танысып болсақ, келесі кезекте сәйкестендіру тапсырмасын орындаймыз. QR код арқылы дайынсыздар. Бастайық. Алтын адам, Ұлы Жібек жолы, аң стилі, түркі әлемінің бесігі, атқа міну мәдениеті, ұлы даладағы металлургия және Қазақстан алма мен қызғалдақтың отаны. Кәне, орындап болсақ, қанатшаны басып тексерейік. Тамаша, рахмет. Сонымен садағымызды қорытындылай келе, сіздермен ұлы даланың миллионы кімге бұйырады ойынына шақырамын. QR кодтарыңызды арқылы кіріп қатысыңыздар. Сонымен бірінші сұрақ 500 теңгелік Қазақстан ауданы бойынша ТМД-дан нешінші орында? Екінші, төртінші, тоғызыншы, үшінші. Тамаша! Екінші орын екендігін біліп отырсыңдар ғой. Келесі сұрағымыз 1000 теңгелік сұрақ. Александр Гумбольдт 1843 жылы енгізген ұғым. Орталық Азия, Орта Азия, Таяу Шығыс және Қиыр Шығыс. Тамаша! Орта Азия ұғымын Гумбольдт енгізген екен. Керемет. Ендеше келесі 5000 теңгелік сұраққа көшейік. Географиялық детерминизм туралы ой қозғаған ғалым. Александр Гумбольдт, Лев Гумилев, Мұхтар Әуезов, Джон Байрон. Жарайсыңдар балалар, Лев Гумилев. Келесі сұрағымыз 50 000 теңгелік сұрақ. 1924-1925 жылдары Орта Азия аумағы қалай аталды? Түркістан, Тұран, Ауғанстан, Қазақстан. Жарайсыңдар, әрине Түркістан деп аталды. Келесі сұрағымыз 250 000 теңгелік. Ұлы дала идеясын кім ұсынды? Қасым-Жомарт Тоқаев, Төреғали Төреәлі, Нұрсұлтан Назарбаев, Лев Гумилев. Әрине елбасы Нұрсұлтан Назарбаев. Және балалар, соңғы сұрағымыз 1 000 000 теңгелік сұрақ. Дайынбыз ғой. Тамаша, жарайсыздар. Ал ендеше соңғы сұрағымыз сізге сабақ ұнады ма? Онша емес. Жоқ, ұнамады. Әрине орташа. Жарайсыңдар, тамаша балалар. 1 000 000 теңге сіздердікі. Тек қана 1 000 000 емес, сонымен қатар сіздер бүгін жақсы білім алауды деп ойлаймын. 1 000 000 теңгеге тұратын. Жарайсыңдар, ұлы даланың миллионы сіздікі, ұлы даланың перзенттері. Осымен балалар, сіздермен біздерге қоштасамыз. Бүгінгі сабаққа қатысқандарыңыз үшін өте көптен көп рахмет. Бәріңізді жақсы қатыстыңыздар, жақсы білім алдыңыздар деп ойлаймын. Ендеше сау саламатта болыңыздар.